күннің бетін бұлт басып, айнала түнеріп, салқындық орнайды, қатты жел соғады. Бұрын мұндайды көрмеген көкеністер қатты тоңып қалтырайды. Өздеріне пана іздеп, жан-жаққа кете бастайды. Бірінші болып жолға қызанақ шығады. Үйшікті көрген қызанақ қуанып кетеді. Үйшіктің есігін қағады, ешкім үндемейді. Ішіне кірсе, ешкім жоқ екен. Қызанақ үйшікті иемденіп, жайғасып алады. Қызанақ жалғызсырап отырса, есік қағылады. Есікті ашса, тоңғанынан дірілдеп сәбізбен қияр тұр екен. Қияр айтады: «Қызанақ, бізді кіргізбесең болмайды, тоңып кеттік», дейді. Қызанақ сәбізбен қиярды кіргізіп алады. Үйшікке жиналған көкеністер қайта табысқандарына қуанып, мәз болып отырады. Осы кезде тағы да есік қағылады. Қызанақ бұл кім болды екен деп есікті ашса, Қырыққабат келеді. Бірақ Қырыққабат үйшіктің есігінен симай қалады. Үйшіктегілер оны кіргізбекші болып, ары тартады, бері тартады, бірақ кіргізе алмайды. Сөйтіп Қырыққабат ренжіп, сыртта қалады. Далада күн жарқырайды. Күнді көрген көкеністер қуанып сыртқа шығып, күнге қарап тұрады. Сол кезде үйшіктің иесі де келеді. Ол адам екен. Адам көкеністердің бәрін өзінің бақшасына орналастырады. Су құяды. Күннің жылуынан, су құйғаннан көкеністер жайқалып өседі.